Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналымның көрермендері. Бүгін біз сіздермен 145-ші сабаққа тоқталамыз. Бұл жерде бекіту сабағы, кестелер және мүмкіндіктер тармағы арқылы логикалық пайымдауға берілген есептерді шығаратын боламыз. Бірінші есеп. Табиғат аясында демалу үшін Раушанда бас киімнің 2 түрі және футболка жейдесінің 3 түрі бар. Олардан әртүрлі қанша жұп киім құрастыруға болады? Кесте бойынша шығаруымыз керек екен. Осындай есептерді менің кесте құру деген логикалық есептер деген сабағым бар. Сол жерде түсіндірген болатынмын. Мінекей енді соны пайдаланып шығарып көрейік. Сары жейде сары футболканы қызыл кепкамен киюге болады. Демек осы жерге қосу таңбасын қоямыз. Сары футболканы көк кепкамен де киюге болады. Жасылды қызылмен киюге болады, жасылды көкпен киюге болады. Күлгін футболканы қызылмен киюге болады. Күлгін футболканы көк кепкамен де киюге болады. Сонда неше түрлі жұп киім шықты бізде? 6 түрлі жұп киім шықты. Енді ә бөлігінде былай дейді. Есепті мүмкіндіктер тармағын қолданып шығар. Бұл есепті кесте құру арқылы шығаруға болады, және мүмкіндіктер тармағын қолданып шығаруға да болады. Мінекей сары жейде. Сары жейден әуелі қызыл футболкамен, қызыл бас киіммен киеміз, көк бас киіммен киеміз. 2 нұсқа шықты. Жасыл жейдені қызылмен және көкпен киюге болады. Күлгінді де қызылмен және көкпен киюге болады. Тағы да бізде 6 түрлі жұп киім құрастырылды. Алғашқысы бізде кесте құру арқылы, мынау енді мүмкіндік тармағы арқылы жасалған есептің шешімі. Екінші есеп. Кесте құру әдісімен шығар дейді. Табиғат аясында демалғанда құратын шатырдың 3 моделі бар. Және әрбір модельдер түрлі түсті. Олар ақ, көк, сары, қызыл түстер. Табиғат аясында шатырдың неше нұсқасын құруға болады. Мына жерде бізде мүмкіндіктер тармағын беріп қойған. Енді біз оны кестеге түсіріп, кесте құру әдісімен шығарамыз. Бұл әдіс өте қарапайым және оңай. Мына бірінші модель. Шатырдың бірінші моделі ол ақ болуы мүмкін, немесе көк, немесе сары, немесе қызыл болуы мүмкін. Екінші модель. Екінші моделімізде де ақ, көк, сары, қызыл болуы мүмкін. Үшінші моделімізде де тура сондай. Сонда бізде неше нұсқасын құруға болады дейді. Енді санап шығамыз, немесе көбейту амалын қолданамыз. Модельдер 1, 2, 3, түстер 1, 2, 3, 4. 3 пен 4-ті көбейтеміз, сонда 12 нұсқасы бар екен. Үшінші есеп. Сырым мен Әлия жазғы демалыстарын табиғат аясында өткізген болды. Есептеуді тиімді тәсілмен орында, өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастыр, сонда балалардың бұл орындарға қандай ретпен барғанын анықтай аламыз. Мінекей, өрнектердің мәнін тауып, оны өсу ретімен орналастырып, есепті шығарамыз. Бұндай жағдайдағы көбейтудің ең тиімді тәсілі дөңгелек сан шығарып алу. Жақшаның ішінде қандай сан мен сыртындағы санды көбейткенде дөңгелек сан шығады? Ол әрине 5 пен 20-ның көбейтіндісі, 100 деген сан шығады. Демек 5 пен 20-ны көбейтіп жақшаның ішіне аламыз да, оны 3-ке көбейтеміз. Жақшаның ішінен 100 шығады, 100-ді 3-ке көбейтсек, 300-ге тең. Барлық өрнектерді солай тиімді тәсілмен есептеп шығайық. Жақшаның ішінен 100 шығады, 7-мен көбейткенде 700-ге тең. Мына жерден 100, мына жер 500. Мынау 300, 300 бен 3-дің көбейтіндісі 900-ге тең. Енді өсу ретімен орналастырайық. Ең бірінші сонда 300, ол алма арасанға барады екен олар. Одан кейін 500, ол бізде үлкен Алматы көліне барады екен. Одан кейінгі шарын шатқалы ең соңында Қайыңды көлге барады екен. Төртінші есеп. Суреттер берілген және өрнектер берілген. Осыларды қатыстырып, есептер құрастырамыз. Бұл жерде бадминтонның құралдары берілген. Біз мынаны бадминтонның шары деп алайық та, мынаны ракеткасы деп алайық. Енді А-дағы, Б-дағы және Д-дағы өрнектер бойынша есептер құрастырып көрейік.
Асан дүкеннен бадминтонның шарын 130 теңгеге және ракеткасын 450 теңгеге сатып алды. Ол барлығы неше теңге төледі деп есеп құрастыратын болсақ, осы өрнек бойынша шығады. Демек, барлығын табу үшін екеуін қосамыз, сонда 580 теңге төлеген. Келесі өрнек бойынша Асан 450 теңгеге бадминтонның ракеткасын және 130 теңгеден 2 шарын сатып алды. Сонда Асан барлығы неше теңге төледі? Онда біз барлығын қосу үшін әуелі мына 2 шардың ақшасын тауып аламыз да, екеуін ракетканың ақшасымен қосамыз. Сонда бізде мына жерде 260, екеуін қоссақ 710 теңге төлеген болып шығады. Мынандай өрнек бойынша есеп құрастырамыз. Асан 450 теңгеден ракетканы сатып алды және 130 теңгеден 3 бадминтон шарын сатып алды. Ол ракетка мен шардың қайсына неше теңге артық төледі деген сұрақ қойып есептейік. Ол үшін әуелі шарды тауып аламыз. Шарға төлеген ақша ол 390 теңге болады. 390 теңге 450-ден аз болғандықтан көптен азды азайтамыз. Сонда 60 теңге қалады. Демек, ол ракеткаға 60 теңге артық ақша төлеген. 5-ші есеп. Туристер көлге баруға жолға шықты. Олар Сарқырамаға дейін 48 минут жол жүрді. Бұл барлық жолға кеткен уақыттың 4/1 бөлігі. Туристер көлге дейін жолға қанша уақыт жұмсады? Бұл есеп бізде жанама есеп екен, және оған кері есеп құрастыруымыз керек. Бұл жерде бізде бөлшек белгілі, 4/1 бөлігінің өзі 48, біз бүтінді табуымыз керек. Ал бүтінді табу үшін 48-ді 4-ке көбейтеміз. Сонда бізде 192 минут шығады. Енді осы 192 минутты сағатпен, минутпен есептейміз. 192-дің ішінде 60 минуттан 3 рет бар, демек 3 сағат, ол 180 минут болады, ар жағында 12 минут. Сонда барлық жолға 3 сағат 12 минут уақыт кетеді екен. Енді осыған кері есеп құрастырайық. Кері есеп деген бұрынғы есептің белгісізі белгісіз болады. Яғни туристер көлге дейін жолға 3 сағат, барлық жолға 3 сағат 12 минут уақыт жұмсады. Ал олар сол уақыттың 4/1 бөлігін ғана жүріп өтті. Сонда олар қанша жолды жүріп өткен деген есеп құрастырсақ кері есеп болады. Оны білу үшін біз 3 сағат 12 минутты 4-ке бөлуіміз керек. 3 сағат 12 минутты минутқа айналдырамыз. Ол бізде 192 минут болып шығады. Енді 192 минутты 4-ке бөлеміз. Сонда бізде 48 минут жол жүріп қойған болып шығады. Алтыншы есеп. Есепті мүмкіндіктер тармағын қолданып шығар. Қайыңдыдан Саты ауылына баратын 3 жол бар. Ал Сатыдан Көлсайға баратын 4 жол бар. Қайыңдыдан Көлсайға Саты арқылы қанша тәсілмен баруға болады? Есеп түсінікті болу үшін мен суретін салып қойдым. Мінекей Қайыңдыдан Сатыға дейін 3 жол. Бірінші жол, екінші жол, үшінші жол. Сатыдан Көлсайға дейін. Бірінші жол, екінші жол, үшінші, төртінші жолды есептейік. Енді оны кестеге түсіреміз. Бірінші жол, екінші жол, үшінші, төртінші жол. Мынау Қайыңдыдан шығатын бірінші, екінші, үшінші жол. Ал енді есепті шығаруға көшейік. Қайыңдыдан шығып, бірінші жолдан шығып, мына жақтағы Сатыдан кейінгі бірінші жолға түседі. Демек, бірден шығып, бірге түседі. Қосу таңбасын қойып қоямыз. Бірінші жолдан шығып, екінші жолға түседі. Оған таңбасын қойып қоямыз. Бірінші жолдан шығып, үшінші жолға түседі. Бірінші жолдан шығып, төртінші жолға түседі. Барлығына қосу таңбасын қойып қоямыз. Енді екінші жолға көшейік. Қайыңдыдан екінші жолға шығып, екінші жолмен шығып, Сатыдан бірінші жолға түседі. Қосу таңбасын қоямыз. 2-ден шығып 1-ге түсті. 2-ден шығып 2-ге түседі. 2-ден шығып 3-ге түседі. 2-ден шығып 4-ге түседі.
барлығының тұсына қосу таңбасын қойып қоямыз. Енді үшінші жол. Қайыңдыдан үшінші жолдан шығып, бірінші жолға түседі. Үшінші жолдан шығып, екінші жолға түседі. Үшінші жолға шығып, үшінші жолға және төртінші жолға түседі. Мінекей. Енді есептейміз. Санауға болады, немесе көбейтеміз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Демек, 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Есептің сұрағы. Қайыңдыдан Көлсайға саты арқылы қанша тәсілмен баруға болады дейді. Демек, 12 тәсілмен баруға болады. Мінекей есепті кесте құру арқылы шығардық. Егер де сіз видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, пайдалы болған болса, онда лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Қазақ контентін қолдап, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыз.